Тәбетті ашатын, тамақтарға қосатын ащылау кобра аджиканы дайындайық. Сенесіздер ме? 1 сағатта жасап тастадым. Алдымен ащы бұрыш, қызанақ, қызыл болгар бұрышын, сарымсақ яғни чеснокты, аскөк яғни укроп петрушканы жуып кептіріп алдым. Ащы бұрыштың басын кесіп, дәнін қалдырдым. Енді барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Қызыл ащы бұрышты, қызанақты, қызыл болгар бұрышты, сарымсақты өткізіп, аскөктерді майдалап турап, тартылған көкөністерге қосамыз. Енді қазанға құйып, жоғары отта қайнатамыз. Қайнай сала, астын орташа отқа қойып, сұйық май құямыз. 25 минут қайнатамыз. Кейін тұзбен дәмдейміз. Дәмін көріп, араластырып, стерилденген банкілерге құямыз. Мен 2 түрлі ғып жаптым. Стерилденген жай қақпақпен жапсаңыздар, тоңазытқышта сақтаймыз. Сондай дәмді, тәбетті ашатын, кез келген тамақпен жеуге болатын, әсіресе үйде ер адамдар сүйсініп жейтін приправа. Астарыңыз дәмді болсын. Рецебім YouTube арнамда.